Сырқаттанып қалып, аурухана төсегіне таңылғаныма да біраз уақыт болған еді. Төрт қабырғаға телміріп, күні бойы бөлменің төбесіне қарап жату да жалықтырған. Зеріккеннен, одан қалса бір уақыт жанға батқан ауруды ұмыту үшін де қасымдағылармен әңгіме дүкен құрамыз. Оң жағымда бойшаң, қара торы келген, сыры кетсе де сыны кетпеген әдеміше апай жатыр. Көп сөйлемейді. Қасымдағылардың біразы сауығып шығып кетті де екеуміз-ақ қалдық. Артынан іздеп келетіндердің де қарасы аз. Ауыр күрсінуі көп. Түнімен үхілеп шығады. Аурудың азабынан емес екенін түсіндім. Жанына батқан жан сырын арада бір күн өткен соң ашты. Алдын тапал бойлы жігіт келіп кеткен еді. Баласы болар деп ойладым. Ол кеткен соң теріс қарап түні бойы жылап шықты. Айтсам, жеңілдеп қалармын деп бар сырын ақтарды. Мектеп бітірген соң қалаға оқуыма түсіп, ақ армандарымның бірі де қазір-ақ орындалатындай қалықтап жүрген шағым еді. Жігіт біткен соңымда еді. Анау-мынауды өзіме тең көрмей, шалқақтап жүріп, өмір сүріп жатқан едім. Бойы тапал, қазанның түпкі күйесіндей бір жігіт соңымнан қалмады. Одан зорғыларын өзіме тең көрмей жүргенде оны қайтейін. Бірақ ол да қайтпас қайсар екен, тас табандап келуін қоймады. Қасындағы қыздармен бірге мазақтап шығарып салатын едім. Сонда да қайтпады. 3-ші курсқа өткен жылы Ақбоз атты ханзадамды ақыры жолықтырдым. Ұзын бойлы, жігіттің сұлтаны дерлік жігіт бір көргеннен ақ маған ұнаған еді. Екеуміздің махаббат хикаямызды айтып тауыса алмаспын. Ақыры үйленіп тындық. Алғашқы жылдар бәрі тамаша болатын. Айтқанымның бәрі заң. Бақуатты отбасының тұңғышы болған соң, ол үйдің үміттерінде көп күттірмедім. Бірінен кейін бірі 2 ұлды болдым. Алғашқы жылдары күйеуімнің қазымыр мінезін байқағаныммен аса мән бермейтін едім. Жасы ұлғайған сайын қазымырлығын көбейте бастады. Оның үстіне жұмысынан қысқарып қалып, ішуді бастады. Оның қанымды ішетін әдеті үдей берді. Ата-енемізден бөлек кеткелі де біраз болды. Олар болғанда бұлай етпес пе еді деп те ойлап қоям. Аузы арақтан құрғамайтын әдет тапты. Қаншама рет сүйрелеп жүріп емдеттім де, қайран болмады. Ішкен күні өзіме де, балаларыма да ұйқы жоқ. Төпелей берген соң көршілерімді жағалаймын. Оларға да қарайтын бет қалмады. Бет аузым көгеріп, 2 көзім бұлаудай болып жүретін күндерім көбейді. Ақыры шыдамым таусылып, ажырасайық дедім. Ол оған көнбеді. Менен өлігіңді ғана алып кетеді дейтін. Сүйектен өтетін сөздерді айта алмаймын тіпті. Жылай-жылай күндерім өтіп жатты. Ақыры болмаған соң ажырасудың амалын таптым. Өзі сияқты бөтелкелестерімен ішіп кеткен күні үйге бір досы келе қалды. Алдына бір бөтелке қойдым. Екеуміз қақ бөліп ішіп алдық. Буын-буыным босап, еріксіз оның құшағына құладым. Күйеуімнен құтылудың басқа жолын таппадым. Дос екеумізді ұстап алған күйеуімнің халін суреттей алмаймын тіпті. Алдын ала дайындап қойған киімдерім мен құжаттарымды ала сала, бұл ауылдан мәңгілікке қарамды батырдым. Анам сыйлаған алтындарым мен жинаған біраз ақшам кәдеме жарады. Алғашқы пәтерақы мен ас суыма жетіп тұрды. Асханада ыдыс жудым, кеңселердің еденін жудым. Біраз ақшаның басын құрап алған соң, ажырасуға арыз беріп, балаларымды қолыма алдым. Армансыз ұйықтаған күнім сол болған шығар. Таяқтан, ең бастысы сүйектен өтер сөздерден құтылдым. Атымды былғап алғаныма өкінбедім деп айта алмаймын. Бірақ қазымыр күйеден құтылғаныма қуанғаным рас. Тыныш, бір сыдырғы күндерім өтіп жатты. Ыдыс жуатын асханам жабылып, басқа элиталы мейрамханаға ауыстым. Бастығын көргенде көзім шыға жаздады.
Бұл баяғы соңымнан қалмай жүрген тапал жігіт еді. Домаланып, беті жылтырап толысып алыпты. Астында арқырап тұрған көлік, қолында бума-бума ақша. Ақырып жұмысшыларын құлша жұмсайды. Ішім өртенгендей болды. Орамалды басып тартып алып жүргеніммен мені танып қойды. Атымды атап шақырғанда жүзін мысқыл шарпып өтті. Сол күннен кейін-ақ шай ішуге шақырды. Бардым, қатынасымыз созылып кетті. Ақыры бір күні үйленейік деп ұсыныс тастады. Өзінің 3 баласын тастап маған үйленді. Әйелі келіп мені жұлып кетті. Амалым қайсы? Әу баста қисық жаратылған тағдырымды түзеу қолымнан келмеді. Тапқан ақшамды жырымшалап, анда тартсам анда, мында тартсам мында жеткізе алмай шаршаған кезім еді. Әрі жаспын. Әркіммен бір қылтыңдамай орнықты еркек болса, тұрмыс құрмақты өзімде ойлап жүрген едім. Бірақ бұл таңдауымда қате шықты. Қазымырлығы алғашқы күйеуімді жолда қалдыратындай екен. Картопты аршыма, қабығын қырып аршы, шайды жарты қасық салып демде деген сөздері миымды тесіп жіберді. Ақшасы мыш-мыш болғанымен тиынға тісін сындыратын шығайбай болып шықты. Оған да көндіктім. Бастысы, балаларыма жақсы қарады. Ішкенімен соңына түсіп кетпейді екен. Бірақ қазымырлығында шек жоқ екен. Миымді қақтап жіберді. Бұл күйеуімнен бір ұл, бір қыз таптым. Әйтеуір қарнымыз тоқ, ешкімнің есігін жағалап жүрмегеніме шүкірлік ететінмін. Өстіп өтіп жатқан күндердің бірінде айықпас ауруға шалдықтым. Әл дәрменім жоқ, төсекке танылдым. Күні-түні бебеулеп жатқан әйелдің қай бір қадірі қалсын. Ішіп келген күндері бетіме жапқан көрпемді көтеріп, сен әлі өлген жоқсың ба дейді. Осы сөзін естіп, өстіп жатқанша өлгім-ақ келеді. Алланың аманатқа берген жанын қиюда қолымнан келмейді екен. Қорқамын да. Бүгін келген балам кейінгі күйеуімнен. Өзіне құсаған бойы бір қарыс. Ауруынан айықпаса да көзін жоғалтсын деп сәлем айтып жіберді. Енді тағдырым не болмақ? Балаларымның тағдыры ше? Ақылым жетпейді. Денім сау болса, өкінбес едім ғой. Ал енді ауру күйде ешкімге керек емеспін. Тіпті балаларыма да керек емеспін. 2 еркектен 4 бала тауып, не қадір қасиетім қалды дейсің? Менің көрген күнім құрсын. Енді не істеймін?